Айлин есімі. Айлин есімі негізінен түркі қыздарына қойылады. Оның мағынасы ай нұры. Томирис есімі. Томирис есімі. Нұсқалардың бірі бойынша бұл есім скиф патшайымы Томиристің арқасында танымал болды. Бұл есім темірді үзу дегенді білдіреді. Тамир темір сөзінен шыққан. Басқа дерек көздерде Томирис ежелгі ирандық Томрус есімінен алынған және үй ішінікі деп аударылған дейді. Үшінші нұсқа да бар. Томирис өзбек және қазақ тілінен аударғанда үстемді дегенді білдіретін тахмин есімінен шығуы мүмкін. Адамгершілікті және намысшыл Томирис көптеген ғасырлар бұрын болған атасы сияқты өзіне деген ерекше қатынасты талап етеді. Оның келбеті, жүрісі, сөйлеуі бәрі сіздің алдыңызда. Мен өзің қалағанына жетемін, өткені мен патшайымын дегендей болып тұрады. Томирис іскерлігі бар. Бұл есімнің иесі бизнесте жүйрек түрде құрып, дағдарыс кезінде нарыққа шығатын бизнес-вумен. Жоспарлау, тайм-менеджмент, тактика, стратегия. Томирис үшін бұл жай сөздер жиынтығы емес, күн көру туралы нұсқаулық. Оған темір жүйке қажет ететін кез келген мамандық сәйкес келеді. Дәрігер, меңгеруші, тіпті полицейский. Ол жасына қарамастан Томирис ұйымшыл, мұқият, орнықты. Есімін қысқартып айтқан оған ұнамайды. Өйткені Тома Томиристе мағыналы естілмейді. Оқығанды ұнатады, әдебиеттер таңдайды. Бағалаумен келіспеген жағдайда мұғалімдермен дауласады. Қыңыр, көз жасын төгу оның әдісі емес. Ол аштық жариялайды немесе бойкот жариялайды. Томирис жарына өте жоғары талаптар орнатады. Ол табысты, сымбатты, оған ғана адал және оның алғашқы өтініші бойынша өмірін немесе ең болмағанда бір бүйрегін беруге дайын болу керек. Томиристің өзі отбасы үшін мансапты құрбан етуге дайын әйелдердің бірі емес. Жалпы балалы болу оның үлкен жоспарлардан бас тартуының себебі емес. Әрине, Томирис оларды жақсы көреді. Бірақ өзінің амбициясын балалар үшін құрбан етпейді. София есімі. София көне тарихы бар ерекше есім. Есім осылай аталатын қыз-келіншектер әдетте өте әдемі әрі күшті болып келеді. Бұл есім адамның мінезі мен тағдырына қаншалықты әсер етеді. Негізінен есім ақш әйелдерінің танымал рейтингтерінде 1429 орында тұр. 2000 жылдан бастап бұл есім белгілі. Бірақ София танымал есімдер санатына жатпайды және сирек кездеседі. Бұл есім пайда болу туралы қызықты тарих бар. Наймбер есімдер туралы басылымның ақпараты бойынша бұл Мұхаммед пайғамбардың әйелдерінің бірінің есімі. Еврей тайпасының басшысы Бану Надир Хуя ибн Ахтабтың қызы. Тегі Мединадан шыққан. Ол Арабия жерлері үшін болған соғыста әкесінен, күйеуінен және басқа туыстарынан айырылған. Мұхаммед пайғамбар ол әйелге таңдау мүмкіндігін беріп, оған үйлену немесе азат болып, өз жеріне оралуға ұсыныс айтқан. Мұхаммед пайғамбардың осы есіммен аталатын нағашысы да болған. София араб тілінен аударғанда таза, тыныш дегенді білдіреді. Пакистанда танымал урду тілінен бұл ең жақсы дос, тыныштық дегенді білдіреді. Бұның мағынасы түрік тілінен аударғанда асыл, нәзік дегенді білдіреді. София есімі Әл-Карнаки ибн Мирзакеримнің мұсылман есімдері кітабында кездеседі. Көбінесе Софият формасы жиі қойылады. София жүрегі таза қыздың есімі. Бұл қасиет Софияның тағдырын бақытты етеді. Оның өмірі ұзақ және қызықты оқиғаларға толы болады деседі. Табандылық, сенім, туа біткен көшбасшылық болмысының арқасында бұл әйел өмірде айтарлықтай табысқа жетеді. Есімі София деп қойылған арулар арасында танымал тұлға өте көп. София Ниагард, америкалық блогер. София Ингар, британдық актриса, дыбыстау әртісі және жазушы. София Бозору, өзбекстандық гимнастшы. Табысқа жету үшін және тағы басқалар. Табысқа жету үшін Софияның жанында пікірлес адамдар, достар және серіктестер болу қажет.
сенімді және адал адамдардың ортасында жүру оған күшті қолдау болады, әрі алға ұмтылуға күш береді. Софияның мінезі өте мықты, ол өзіне сенімді, харизмасы бар, ақылды әрі қызға тән қулығы да бар. Талғампаз әрі әсем әйел сөзімен қиын жағдайларды сендіру білу және қолдау көрсету арқылы баурап алады. Бала күнінде ақылды, тіл алғыш, өнерлі қыз болып өседі. Жасөспірім кезінде ол өзінің жақын достарына жақсы әсер етеді. Отбасына адал және қамқор болады. Ол табысты әрі бай адамдарға қарай ұмтылады. Құрметтегенді өзі де бағалайды. Менмендік көрсетуі де мүмкін. Танауын көкке кермеу үшін ол назарын әлеуметтік жобаларға және басқа адамдарға көмектесуге аудару керек. София мұндай істі қуана жасайды және әлсіз, тәуелді адамдарға қамқоршы бола алады. Жұмысында өзіне сенімді және сауатты көрсетеді. Көп ақша төлейтін жұмыс орындарын таңдайды. My First Name басылымның есімдерін туралы берген мәліметтеріне сүйенсек, София білікті тарихшы, философ, ақын, жазушы және кеңесші бола алады. Шығармашылық қабілетін ашу үшін ол есімдегі эзотериялық бойтұмарларды қолдану керек. Сәттілік әкелетін түстері сары, алтын және жасыл. Сәттілік тастары ай тасы, мысық көзі, інжу, кез келген ақтас. Тотемдері андыз, айыр, үкі және кербұғы. София махаббат әлемінде аса тәжірибелі емес, көбінесе өзіне ұялшақ, кермаралдай ұстайды, ер адамдарға ұзақ қарайды. Адуынды әрі жалықтыратын жігіт оған сай келмейді. Олар қаржыны басқаратын және Софияға өзіне ұнайтындай өмір сүруге мүмкіндік беретін, жұмсақ мінезді, әрі татулықты жақсы көретін ер адамды іздейді. Ол ысырапшыл емес, бірақ аяқ астынан эмоционалдық шығымдар жасауға бейім. Бұл әйелде серігінің ыңғайына қарай бейімделу қабілеті бар. Егер оның күйеуімен құндылықтар ортақ болып жоғары үйлесімділік орнаса, некеде қиындықтар сирек кездеседі. Асыл ана атанғандардың бірі София. Ол өзінің жоғары қоғамдық белсенділігіне қарамастан, мансабына, балаларына және сүйікті жарының күтіміне назар аударылады. София көне тарихы бар, рухани қорғаны күшті саналатын есім. Мұны қыз балаға қойылатын сирек әрі әдемі есімдердің бірі де санауға болады. София есімді арулар өзінің барлық талантын жүзеге асырып, табиғи мүмкіндіктерін аша алады.